Бағал жамават, Аллах Субханаху Тааля Сили кітабында айтады: «Инна Аллаха кана афуан афура». Аллах Субханаху Тааля айтады, Аллах Субханаху Тааля кечүүчүдү, жазыксынуучуд дейді. Аллах Субханаху Тааляны сыйлы атлары, сыйлы сыфатлары, ол атлабла, сыфатлабла ортабызда жашарға керек болғанын үсіннен айта, Аллах Субханаху Тааляны ол сыфатыны үсіннен де, атыны үсіннен де айтырға ізлейм. Аллах Субханаху Тааля кесіне бір сыфатыны алы есе, бір атыны аты есе, ол аны еркелігіді. Аллах Субханаху Тааля харзатқа құдіреті жеткен, бізні де ол сыфатқа тиішлі болырыбызны ізлейді. Ол сыфат бізні сүбізде болырға керекті. Аллах Субханаху Тааляны сыфатыча чексіз түйілді. Алай, ол сыфаттан бір қиыры бізні де жашауыбызда, har күлік жашауыбызда болырға керекті. Ол сыфат ортабызда жүрмеген үшін, ола кече білген, бір-бірімізге жазықсыңнан бір-біріні кече білген сыфатыбыз ортабызда болмағаны har күннен көздерімізні қаматхаллайына, дінімізні тышына шығарған заманда ерші сыфат бұла шығарғалайына тұрады. Аллах Субханаху Тааля ол сыфатны бірінші пайғамбарынан башлап, Мұхур пайғамбарына дері ол сыфат аланы үслеріндейді. Ала ол сыфат бұла келгелі Аллаху Тааляны шариатын адам ұлысына жаярға, қараңғылықтан жарықлыққа шығарырға. Аллах Субханаху Тааля пайғамбарланы үсіннен айта, Юсуф алейхиссаламны айтады. Uzun хапарын жоралай, аталарына сүйдімлі болғаны үшін қарындашлары мыңа зарлық еткелерін айта. Ортадан қалай кетерге оноу ете, сора біргелеріне алырға аталарынан еркелік алып, елтіп чуңурға атып кеткелері. Аннан аны қалай шығарылғаны, аннан сора Мисірге келтірінгені, аннан сора тұтмаққа түшкені, тұтмақтан шығып, Мисірге патшақны екіншісі болып, болушчысы болып, бияғы жаңыдан мүлкке де патшаққа да сыйға да намысқа жеткені. Қарындашларыны аналлына келгелері, Мирзеу тілей, аш тілей келген заманларында қарындашлары мұны танымағанда, оланы таныған заманда Юсуф алейхиссаламны қарындашларына жандауырлығын көгісткені, кечкенін бергенін, білдіргені. Аллах Субханаху Тааля Сили кітабында айтады: «Қала ла тәсриба алейкум ал-яума яғфируллаху лакум, валлаху архамур рахимин». Юсуф алейхиссалам қарындашларына айтады: «Жоқты сізге бүгін дерт» дейді. Жоқты бүгін сізге дерт. Аллах Субханаху Тааля жазықсынучу, рахматлы Аллах сізні кечер дейді. Анча палақ келтіргенде сабилігінен, атасынан айырып, елтіп өлтіре біздеп чуңурға атқан қарындашларына кечкілік бере білген. Олду пайғамбарланы сыфатлары, олду бізге нүр келтірген адамланы үслерінде болған қылықлары. Мұхаммад пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қайсы бірін айтайық та қайсы бірін қояйық. Мекканы açқан заманда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям асхаблары бұла 10 мыңлік аскер біле Меккеға келеді. Күчі қаруы барды. Аңартықлық еткеллеге дер жеттірге оңы барды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның тарихыны қарасаға бірінші күнінен башлап артықлық, пайғамбарға артықлық, бұсырмаллаға артықлық. Аны қайсын санайықта, қайсын қояйық. Аланы барысында ұнытып, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мекканы ақуларына айтады: «Мен сізге не етерік сунасыз» дейді. «Мен сізге не етерік сунасыз» дейді. Мекканы ақулары айталла: «Чомарт қарындашыбыз, чомарттан туған қарындашыбыз» дейді. Ақшылық етеріксе дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: «Барығыз башығызға бошсыз» дейді. Кечкелік, кече білген, дер жеттіру жоқты.
Ayşe radiyallahu anha aytады, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni sıfatlay, "Lem yekun Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fahişan ve la mutafahişan ve la sahaban fil aswaq ve la yeczi seyyiate bimisliha velakin yahfu ve yasfa." Ayşe radiyallahu anha aytады, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kılıksız tüyüledi, kılıksız bula жүргенлерден tüyüledi, bazarda kıçırgalladan tüyüledi deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem аңа amallık etilinse, amallık bula kaytarmıydı, keçiydi, жазықсынıydı deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sıfatı oldu. Telefonunu uçur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah subhanahu teala aytады, "Ellezîne yunfikûne fî sarrâ'i ve darrâ'i vel kâzimînel gayze vel afîne anin nas, vallahu yuhibbul muhsinin." Allah subhanahu teala sili ayetinde aytады, Allahu Teala bergenden çıgara bilgelle deydi. Jengillikte de, kıyıllıkta da, sonra açuların tıyğalla, adamlarını keçe bilgelle Allahu Teala süyedi, akşılık etkelleni deydi. Allah subhanahu teala sili ayetinde Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni kibik anısından kelgen ümmetini, müminlerini sıfatlap aytadı. Oğlağa bergenden bere bilgelle, sadaka ete bilgelle, jengillikte de, avurlukta da, adamlarını keçe bilgelle. Kollarından kelip tursa da açuların tıyıp adamlarını keçe bilgelle Allahu Teala süyedi, akşılık etkelleni deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde aytады, "Men kazama ayzan ve huve qadirun ala an yunfidahu, da'ahullahu tebareke ve teala ala ruusil halaik hatta yuhayyira min ayyi hurin şa." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytады, kim açuğun tıysa da deydi. Kim açuğun tunçuktursa da tıysa da anı ve kolundan kellikti, dert jettirerge deydi. Bizin ortamızda bolgan kemçilik, karındaş-karındaşqa keçe bilmegenlik. Mecgitten çığa bargan kezüde okuna, birew-birewini ayak kiyimin maltap ketse, аңа davur kötüre bilgen, аңа açulangan, ortada kavga kötüre bilgen. Adam Allah subhanahu teala jaratkan künden başlap karusuzdu, terslik etüçüdü. Olanı sıfatıdı. Ol adam olunu sıfatlarından biri жаңылған detedi, ters de boladı. Ol alay bolmasıydı, ol adam bolluk düyüledi. Ol müleyik bolluk edi. Biz жаңылған etebіз, biz ters bolabız. Bir gün bolmasa da bir gün, birew bile bolmasam da birew bile ters bolama, жаңылған etemi. Alay ol meni жаңылғанıma, meni karındaşım ne közden karaydı. Ol da meniçe жаңылып, maňa açulangan meterikti, maňa dertlengen meterikti. Oğuse keçken meterikti. Anlarga mı küreşirikti? Allah subhanahu teala anı sünnen aytadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sözü bile, kim açuğun tıysa da anı ve kolundan kellikti, dert jettirerge, kavga kötürürge, ururga, tüyörge, açtırga, kolundan kellikti deydi. Allah subhanahu teala kıyamet günde jaratılıngan zatlanı barısının da alnında çakırır deydi. Cennet dişirulanı kaysından süyse de andan saylatır deydi. Sıy, daraja. Dünyada kesin tıyabilgen üçün, Müslüman karındaşına açulanmağallayına kesin suutabilgen üçün, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı, "Ma naqasat sadaqatu min malin ve ma zadallahu abdan yaghfu illa bi'afwin illa izzan ve ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah." Peygamber Allah'ın salamı anga bolsun aytadı, sadaka bergen bile mülkünü sadaka az etmeydi, azaytmaydı deydi. Allahu Teala kesini kulun keçe bilgeni bile deydi. Keçkillik sıfatı anı sünde bolsa keçe bilgeni bile Allah subhanahu teala'ga baş urabilgeni bile, kesin düşürebilgeni bile Allah subhanahu teala öhtemlik bile biyikке ketirip koşar deydi. Kim keçe bilse de Allahu Teala anga öhtemlik verir deydi. Sıyın kötürür. Kim kesin ençke etip Allahu Teala'nın alnında
сындыра білсе де, Аллаху Тағала аны сыйын даражасын көтірір дейді. Біз мұсылман қарындашлар, біз Аллаху Субханаху Тағаланы құлларыбыз. Бір заманда сағыш еткен біз ме? Ол мен ачулана тұрған, ол мен дерт жеттіреме деп қыңыр қараған қарындашым, мұсылман қарындашым, ол кімді? Кімді ол? Ол Аллаху Субханаху Тағаланы құлуды. Кім біледі сеннен есе ақшыды? Кім біледі Аллаху Субханаху Тағаладан тілек еткені білі, ғибадаты білі, бейгірақты, сыйлырақты, Аллаху Тағалаға жуғырақты, сен кімге ачуланғаныңы, кімге дер жеттіргеніңі үсінен сағыш еткенмісі? Ол Аллаху Субханаху Тағаланы құлларыннанды. Мұхаммад пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады: "Туба лиман раани ва амана би". Жәннет өзені болсын дейді. Кім мені көрген есе де, маңа инанған есе де дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ва туба сумма туба сумма туба сумма туба лиман амана би ва лам ярани". Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Жәннет өзені болсын" дейді. Жәннет өзені болсын дейді. Жәннет өзені болсын, жәннет өзені болсын дейді. Мені көрмегенлей маңа инанғалла дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям асхабларына бір кере тілек еткен есе, кесін көрмегенлей инанғаллаға 4 кере тілек еткенді. Жәннет өзені болсын дегенді. Мені көрмей маңа инанғалла дейді. Ол сен ачулана тұрған мұсылман қарындашың аланы ічлерінде түйілмеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллаға 4 кере тілемегенмеді. Жәннет өзені болсын, мені көрмей маңа инанғалла дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады: "Мин ашадди уммати ли хуббан насун якунуна ба'ди. Явадду ахадукум лау раани би ахлихи ва малихи". Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Мені үмметімнен дейді, мені ембек сүйгелле дейді. Мені зымнан келгеллелле дейді. Мені жаңыз бір кере көрір үшін мүлклерін да, ақылларын да бері келле дейді". Ала бұла түйішмеймісі сен? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямны ызынан келген, аңа инанғалла, аны көрмегеллей, аны сүйгелле, мүлклерін де, ақылларын да аңа құрман етіп берге hazır болғалла. Жаңыз да бір керечік көрір үшін. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямны алында сүйелген заманда қиямат күнде Аллаху Тағаланың рахматын табып, аны көліні төгерегінде тізілген заманда ұяллық түйіл бізмі? Ол қарындашқа мен дүнияда дұшманлық еткенме деп, ол қарындашны мен кече білмегенме деп, ол қарындашыма мен сый намыс бере білмегенме деп ұяллық түйіл бізмі? Біз шөндігі заманымызда, içimizde қауғала болған заманда нек сағыш етмейбіз? Ол мен бұл сағатта ачулана тұрған мұсылман қарындашым. Аллаху Субханаху Тағаланың рахматы бұла. Екібіз де Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямны байрағыны түбінде қиямат күнде сүйелген заманда бірі-бірімізді көзіне қарап, ұяллық біз деп сағыш не кетмейбіз? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямны асхаблары анызынан келген ақшы төлілі, кесілерін қалай жүрі тейілі? Бірі алай айтады: "Кесіні үсіннен нөгері аман айтқанын ешітіп айтты" дейді. "Ле инсани аннилта би масаатин лақад суррани анни хатарту би балика". Назму етіп нөгеріне жазды дейді. "Мені жарсытқан дейді, сен мені амаллық бұла ескергенің дейді. Маңа аман айтқаның мені жарсытқан дейді. Алай қуандырғанды, сен мені есіңе салғаның дейді. Маңа аман айтқаның мені жарсытқан дейді. Алай мені есіңе түшіргенің мені қуандырған дейді". Қарындашылық. Біреу-біреуге аман айтса да, арю сөзбе қайтара білген. Омар бен Абдул-Азиз, Аллах аңа разы болсын, амиетлені мешгітіне кече келіп намаз етейім деп мешгітке кіреді. Мешгітке кірген сағатта жел ұратта,
жана турган чыракчыкны өчүрөдү. Караңгы болот. Бара турган заманда мезгитте жуклап турган бирөөлөрдү көрмөгөнлөйүнө малтап кетеді. Уянат. Эшек мисе сен мени малта байланган деп айтты дейді. Эшек мисе сен мени малта байланган дейді. Жуку арасында бирөөлөрдүн үсүн малтап өтүп кеткенде ачууланып, эшек мисе сен мени малта байланган деп айтты дейді. Омар ибн Абдул-Азиз кимди? Патшахты, халифти. Халифатны эң улуу заманларынан биринде патшахты. Не жооп береді? Уай мен Омарма? Эшек түйілме дейді. Өтіп кетті дейді. Уай мен Омарма? Мен эшек түйілме дейді. Патшах болып тұрғалайына, кесіні бұсырман қарындашына жаңылған еседе, жұқарасында не айтқанын, не қалғанын білмеген еседе, әрі жуапны беріп өте білген. Ол затла бізні, алыбызда келген үмметні үсінде түйілмілі. Ала түйілмілі бізні бұсырманша қарындашлары бізні қылықлары. Біз ол қылықны кесі ортабызда шөнді көрі бізні. Бір-біріні кече білген, бір-біріні сүннен әрі сағыш ете білген. Олду Аллаху Субханаху Тааляны рахматына жеттірген, олду бізні дінімізні керті да татуын аңлап, Аллаху Субханаху Тааляны түз жолында бардырған. Аллаху Субханаху Тааля барыбызында ол жолдан тайдырмай барсын. Ва саллаллаху Мухаммад ва алейхи ва саллям.